Енді біз келесі бір кезекте мынаны көрейік. Осы біздің уже функциямыз аның мәнін шығаратын болады да. То есть қараңыздар, f функциясы бізде a айнымалысына 1-ді меншіктейді. Және осы функцияның ішінде шығару командасы орындалып тұр, дұрыс па? Және сосын біз функция f-ті шақырамыз да. Функция f-ті шақырған кезде, қазір мен запуск баспас бұрын мына жерде астына a тең 0 деп жазып кетейін да. Қараңыздар, мына жерде f функциясы шақырылды. F функциясының анықтамасына сәйкес бізде a тең 1, мына жерде a-ға 1 деген мән меншіктелді, сөйтіп соны шығар дейді. Значит, 1 деген жауап шығу керек. Одан кейін a-ға 0 деген мән меншіктеледі да, одан кейін оның мәні 0 деген шығады. Запустпасақ, біз ойлағандай a-ның мәні 1 деп шығып атқаны ол бірінші мына функцияға сәйкес, өйткені мына жерде функция шақырылып тұр, дұрыс па? А функцияға сәйкес a-ның мәні 1 және ол шығарылады. Одан кейін a-ның мәнін біз 0 деп өзгерттік та, a-ға басқа мән тағайындадық та, және соның мәнін шығар деп атырық, 0 деп шықты. Енді қазір бүйтіп көрсек қалай болады? То есть біз мына жерде функцияның анықтамасына сәйкес a айнымалысының мәні 1-ге тең және соны шығар деп айтамыз. Ал сыртта a айнымалысына 0-ді меншіктейміз. Сөйтіп функцияны шақырамыз. Сосын барып тағы да a-ның мәнін шығарамыз. Бұл жерді басатын болсақ, қазір нәтижеміз тура сол күйі 1-0 деп шығады. Біздің ойымызша бұл жерде 1-1 деген жауап шығу керек еді, дұрыс па? Қалайша 1-1? Қараңыздар, мына жерде a-ның мәні 0 болды. Функция шақырылды. Функцияға сәйкес a-ның мәні 1-ге өзгертілді. Сөйтіп 1 шығарылады. Мына функцияға сәйкес, мына f функциясы мына жерге қарай жүгінеді. Мына жердегі анықтамаға жүгінеді. Енді 1-ді шығардық, Одан кейін print a деген жерде бізде қайтадан 1 шығу керек еді. Себебі бізде мына жерде функцияның шақырылған жерінде a-ның мәнін 1-ге өзгерту деген команда орындалып тұр. Сәйкесінше мына жерде екінші print тоже 1-ді шығару керек еді. Бірақ қайталап айтам, мына жердегі print a глобальный a-ны іздейді, және ол 0-ді шығарады. Ал мына жердегі функция өзінің ішіндегі локальный a-мен жұмыс істейді. Түсінікті ғой, Сондықтан бізде осындай нәтиже шығуда.